Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет лайфхакпен бөліскелі отырмын. Яғни үй жағдайында кетпей қалған дақтарды кетіреміз. Қараңыздаршы, мына дақтарды мен қанша ысқылап жусам да кетіре алмағанмын. Қолжетімді заттардың, құралдардың арқасында киімдерім дақтары кетіп жап-жаңа секілді әппақ болып шыға келді. Сіз де дақтарды оңай әрі тез кетіргіңіз келсе, видеоны мұқият соңына дейін қарауға кеңес беремін. Және менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алда әлі талай қызықты видеолар болады. Олай болса, кеттік, бастайық. Ең алдымен кір сабынды үккіштен өткізіп аламыз. Үлкен легенге 4 қасық кір жуатын ұнтақ саламыз. Ұнтақтың қандай екені маңызды емес. Өзіңізге ұнағанын қоссаңыздар болады. Және айта кететін жайт, менің қасығым осындай Фаберликтің қасығы, яғни бұның граммы 40 грамм. Сіздерде осындай қасықпен салуға кеңес беремін. Және келесі қолданатын құрал, бұл дақ кетіретін құрал, орысша пятновыводитель. 2 қасық қосамыз. Менде бұл Фаберликтің дақ кетіретіні, сіздер кез келген дақ кетіргіш қоссаңыздар болады. Келесі бізде үккіштен өткен кір сабын. Бұдан 4 қасық толтырып қосамыз. Сұйық кір сабын қоссаңыздар да болады, бірақ одан 2 қасық қосасыздар. Ал мұнда міндетті түрде 4 қасық толтырып салу керек. Және ең соңғы әрі маңызды емес құралымыздың бірі, бұл сұйық өсімдік майы. Бұдан 2 ас қасық қосасыздар. Осылардың үстіне қайнап тұрған 5 литр ыстық суымызды құямыз және ағаш қасықпен жақсылап 2-3 минуттай араластырамыз. Және үстіне дақ киімдерімізді саламыз. Киімдер міндетті түрде құрғақ болу керек. Арасын алшақ етіп, қасықпен толықтай батырып саламыз. Және ең соңында бетін стричпен, яғни пищевой пленкамен жабамыз. Ешқандай ауа өтпеу керек, жан-жағын бәрін қымтап, толықтай жабатын боламыз. Біздің ғажайып дақ кетіретін ерітінді суымыз, яғни массамыз дайын. Енді келесі түсті киімдерді де дәл осылай жасап шығамыз. Осымен дайын болған массамызды 4 сағатқа тындырып қоямыз. Бір түнге қойып қойсаңыздар да болады. 4 сағат өткен соң киімдерді жаңағы судан алып, сығып, кір жуатын машинаға 30-45 минутқа салып қойсаңыздар болады. Немесе қолмен де жусаңыздар болады. Және кептірерде әртүрлі температурада кептіре берсеңіздер болады. Осымен біздің әппақ киімдер дайын болды. Қараңыздаршы, жаңағы дақтардан кішкентай болсын бір дақ қалмаған ғой. Бұл баланың киімдері болған соң тез бүлінеді, әсіресе ақ киімдер. Мына кофтаның дағы кетпеген кез осылай еді. Нәтижесінде осындай әппақ болып шыға келді. Осындай тәсілді мен көптен іздеген едім. Іздегенім алдымнан бірден табылды және сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Осымен сіздермен қоштасқалы отырмын. Бүгінгі дақ кетіру тәсілім, әдісім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.